Наполеон Хилл, ойлан да байы, 15-ші тарау, 6-шы сезім. Байлыққа бастар 13-ші қадам. 13-ші қағида 6-шы сезім ретінде белгілі. Ол арқылы жоғары сана тұлғаның машақатынсыз немесе талабын қажет етпей-ақ қарым-қатынас орната алады. Бұл қағида философияның шырқау шегі саналады. Алайда оны алдыңғы 12 қағиданы үйренгеннен кейін ғана түсінуге, меңгеруге және ұстануға болады. 6-шы сезім сананың шығармашылық арманы деп аталатын бөлігі. Сонымен қатар ол жоспарлардың, идеялар мен қиялдардың көрініс табуын қамтамасыз етіп отыратын қабылдаушы құрылғы ретінде белгілі. Ойдағы осы көріністер кейде түйсік немесе шабыт деп те аталады. 6-шы сезімді сипаттауға келмейді. Осы философияның басқа да қағидаларын меңгермеген адамға бұл сезімді айтып түсіндіру мүмкін емес. Өйткені ондай адамның 6-шы сезіммен салыстыруға болатын ешқандай білімі әрі тәжірибесі жоқ. 6-шы сезімді сананы іштей дамыта отырып ойға шому арқылы ғана түсінуге болады. Олай болса 6-шы сезім адамның шектеулі ойы мен шексіз ақылының арасындағы байланыс құралы болуы мүмкін. Сол себепті бұл сезім ақыл ой мен рухани ойдың қоспасынан келіп шығады. Сондай-ақ бұл адамның ақыл ойы мен әлемге тән ақыл парасатының тоғысар нүктесі іспеттес. Осы кітапта баяндалған қағидаларды меңгергеннен кейін сіз шындыққа жанаспайтын қиялшыл ойларды нағыз ақиқат ретінде қабылдайтын боласыз. Әсіресе 6-шы сезім сізге төніп тұрған қауіптен дәл уақытында құтылуға және туып тұрған мүмкіндікті уақытында пайдаланып қалуға септігін тигізеді. 6-шы сезім дами бастасымен ақыл қамалының есігін кез келген уақытта ашатын қорғаушы періштелер сізге жәрдемге келеді. Олар сіздің талабыңызды орындау үшін құзырыңызда болады. 6-шы сезім ғажайыптары. Мен ғажайыпқа сенбеймін, әрі ешкімді оған илануға үгіттемеймін де, себебі табиғат өзінің қалыптасқан заңдылығынан ауытқымайды деген қағиданы ұстанамын. Алайда табиғаттың кейбір заңдылықтарының ақылға сыймайтындығы соншалық, тіпті оларды таңғажайыптар деп айтуға да болады. Мен өмірде көргендерімнің ішінен 6-шы сезімді таңғажайып құбылысқа балар едім. Әрбір адам қандай да бір тылсым күштің немесе себептің болатындығын және әрбір материя атомнан, ал жарық ұсақ бөлшектерден тұратынын, сана жаңғақты емен ағашына айналдыратынын, су тартылыс күшіне сай жоғарыдан төмен ағатынын, күннен кейін түн туатынын, қыстан кейін көктемнің келетінін және әрқайсысы өз орнымен өз уақытында боларын біледі. Сана біздің философиямыздың қағидаларымен үйлесе отырып, арманды нақты материалды түрге өзгерте алатын күшке ие. Бұл туралы азды көпті түйгенім бар. Бір тараудан екінші тарауға ақырындап ойыса отырып, сіз соңғы қағидаға да келіп жеттіңіз. Егер сіз бұған дейінгі қағидаларды меңгерген болсаңыз, осы кітапта алға тартылған таңғаларлық ойларды еш шүбәсіз қабылдауға дайынсыз. Ал егер бұдан бұрынғы қағидаларды түсінбеген болсаңыз, онда осы тарауда баяндалған ойларды шындық немесе жалған деп қорытындыламас бұрын оларды қайтадан оқып шыққаныңыз жөн. Батырға табыну жасына жеткен кезде өзімнің аса сүйсінген тұлғаларға ұқсағым келетінін байқадым. Менің пір тұтқан тұлғаларға ұқсауға деген талпынысым мен оларға деген сенімім өзімнің сәттілікке қол жеткізуіме себеп болғанын кейіннен ұқтым. Ұлы адамдардың өміріңді өзгертуіне жол бер. Мен ұлы тұлғаларға еліктеу әдетімнен ешқашанда бас тартқан емеспін. Жинақтаған тәжірибем арқылы ұлы адам болу үшін мұндай адамдарға сезім мен іс-әрекетім арқылы барынша ұқсап бағуым қажет екенін түсіндім. Қандай да бір жолдарды қағаз бетіне түсірмес бұрын немесе халық алдына сөз сөйлеуге батылым жеткенге дейін ұзақ уақыт бойы 9 ұлы тұлғаға еліктей отырып өз мінезімді қалыптастыруды әдетке айналдырдым. Өйткені олардың өмірі және еңбек жолы маған қатты әсер еткен еді. Көзге көрінбейтін кеңесшілер деп атаған топпен кеңесшілер мәжілісін ойша өткізетін едім. Процесс былайша өрбейтін. Әр күні түнде ұйықтар алдында көзімді жұмып, үстелімнің айналасында отырған бір топ кісілерді көз алдыма отыр деп елестететінмін. Мұнда мен ұлы деп санаған тұлғалармен бірге отыру мүмкіндігі ғана емес, оларға, яғни үстемдік иелеріне төрағалық ету бақыты да бұйырады. Қиялымда өтетін түнгі мәжілістер арқылы өзімді қуанышқа бөлеймін деп алдыма айқын мақсат қойдым.
қиялымдағы кеңесшілерге тән мінез-құлықты өзімнің бойыма сіңіре отырып, өзімді қайта қалыптастыруды мақсат еттім. Білімсіздік пен ырымшылдық заманында туғандықтан, өзімде туа біткен кемшіліктерді байқап, оларды жою керегін ерте аңғарған едім. Сол себепті жоғарыда сипаттап өткен тәсіл арқылы өз қалауымша жарық дүние есігін қайта ашуды жөн көрдім.